Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қазақстан чемпионатын сүйіп көретін жанкүйерлер үшін өткен тур өте қызықты өтті. Сіздермен бірге Қазақ футбол арнасы. Бүгін біз 12-ші тур ойындарына шолу жасайтын боламыз. Турдың шымылдығы Түркістанда ашылды. Соңғы кездесулерін жеңіспен аяқтаған Тұран мен Ақжайық Түркістан аренада бас қосты. Жеңіске деген жігер екі ұжымды да қамшылап алма-кезек шабуыл өрбітуге итермеледі. Тұранның қорғанысында Жайық жігіттерінің қорғанысында алғашқы таймда сыр бермеді. Екінші бөлікте қандай тактикамен ойнауды түсінген Ақжайық екінші таймда өздерінің басқа мақсатпен шыққанын көрсетті. Соның арқасында жүйелі шабуылдан Кафталюк 72-ші минутта нәтиже шығарып кетті. Арада 3 минут өтісімен Тұран қорғаушысы Живкович өз алаңында қолмен ойнап қойып өз қақпасына пенальти алып келді. Бұл мүмкіндікті Ақжайық жібере қоюы екіталай еді. Дәл сол Кафталюк пенальтиді сәтті орындап дубль авторы атанды. Бұдан кейін Тұран тым құрғанда бір гол соғып жанкүйерлердің көңілін табуды ойлады. Алайда бұл қолдарынан келмеді. Жеңісті серияға нүкте қойылды. Ақжайық болса өздерінің жоғарғы деңгейдегі ойындарын көрсетуді жалғастырып келеді. Есеп 2-0. Турдың қызығы Алматыда жалғасты. Жергілікті Қайрат өздерінің тарихи бәсекелестері Ақтөбені қабылдады. Екі жақты жанкүйерлерді қамтыған бұл ойын қызық болары сөзсіз еді. Қайрат жеңісті сериясын аяқтау үшін бұл ойында барын салды. Алғашқы таймның 7-ші минутында Шушиначев есепті ашып кетті. Жасур Нәрзіқұлов қолындағы допты уысына шығарып алып, Қайраттың есеп ашуына үлкен мүмкіндік сыйлап жіберді. Бұл голдан кейін Қайрат Ақтөбені қыспаққа алып, өз жарты алаңдарынан шығармады. Кезекті бұрыштамадан асырылған пасты Жасур ұстаудың орнына алға ұрып, ол дәл Артур Шушиначевтің аяғына келді. Ал Артур болса өз мүмкіндігін жібермей екінші голын салып көзге түсті. Артта жатып алғаннан пайда жоқ екенін түсінген Ақтөбе шабуылдарға шыға бастады. Сондай шабуылдардың бірінде әуеден келген допты Дидар Жалмұқан қақпа төрінде тулатып есеп айырмасын қысқартқан еді. Жартылай қорғаушының тиімді әрекетін Қайрат қорғаушыларына бөгеу мүмкін болмады. Алғашқы тайм 2-1 есебімен аяқталды. Екінші тайм бастала салысымен Ақтөбе есепті теңестіруге, ал Қайрат еселеуге асықты. Асығыстың бағы Қайратқа бұйырып, Қайрат есепті еселеді. Максим Фединнің қақпашыға берген пасын Жасур шауып келген Астановтың қысымына шыдамай қолайсыз пас тастайды. Бұл пас діттеген жеріне жетпей Қайрат футболшысының аяғынан табылды. Дәл осы тұстан Хосе Кантеге келіп, Хосе болса қателескен жоқ. Есеп 3-1. 3 минут уақыт өтісімен РВ Мукам алыстан керемет соққы бағыттап есепті тағы да қысқартты. Басымен бағанаға соғылған Стас Покатилов ешқандай қауқар көрсете алмады. Ойын соңына дейін гол болмай келіп 86-ші минутта Ақтөбе қорғаушыларының қателігін Қайрат ойыншылары тағы да пайдаланып кетті. Небойша Косович жойқын соққы бағыттап жасы келген Жасырды тағы да шарасыз күйге қалдырды. Есеп 4-2 Қайраттың пайдасына. Сөйтіп алматылық жанкүйерлердің көңілі орнына түсіп, Қайрат жеңді. Ақтөбе антиқаһарманның орнын алмастыру үшін жұмыстануы керек секілді. Кезекті ойын сыр елінде өтті. Қайсар адуынды Астананы өз алаңында қабылдады. Аутсайдермен алғашқы орынның ойыны қанша қиын болғанымен жанкүйерлер сенімнің жетегімен өз клубтарына жанкүйер болуды ұйғаруды жөн санады. Қайсар жанкүйерлеріне респектпен бастайық. Ойынның алғашқы голын Марин Тамасов соқты. Марин шеберліктің арқасында өз қанжығасын майлады. Кейіннен испаниялық Кадистің жіті бақылауында жүрген Варазат Араян есепті еселеп кетті. Бұған жауап ретінде Потапов Қайсардың бұл ойындағы алғашқы голын салды және үміт отын жаққандай болды. Бірінші тайм аяқталар тұста Макс Бонг есепті қайтадан өзгертті. Алғашқы тайм қорытындысы 3-1. Екінші таймда тағы да толассыз гол соғуды көздеген Астана дегеніне жетті. Роман Мұртазаев екінші таймдағы жылдам гол авторы атанды. Роман салқынқандылықпен гол салып Астананың чемпиондыққа деген қадамын айқындай өтті. Артынша айып алаңдарына ережеге сай емес ойнаған Қайсар ойыншылары өз қақпасына пенальти алды. Бұны Марин Тамасов сәтті пайдаланып, өзінің сұрмергендер көшіндегі жағдайын жасап алды. Ойын соңында Қайсар ширап көп шабуылдарға иек арта бастағаны сол еді, ол әрекеттер өз жемісін беріп командаға пенальти алып келді. Бұл жұбанышты Дэнкевич орындап есепті 2-5-ке қысқартты. Астана өзінің қарқындылығын Қызылордада қатайтса, ал Қайсар қабырғасы қайысқан қасқырдың сипатын көрсетті. Тағы бір ойын өз мәресіне жетті. Ақтауда Каспий кеншілердің үміті Шахтерді қабылдады. Қонақтарға қалай сәтті ойнау керектігін білетін Каспий білгенінен жаңылмады. Екінші минутта Давид Караев қорғаушыларды жас бала шалдап Тимурбек Зәкіровтың қақпасынан саңлау тауып кетті. Мұнымен қарқынын тежемеген Каспий екінші голды да соғып кетті. Қорғаныстағы тағы бір қателік Шахтердің түбіне жетті.
Тунистік шабуылшы Тимурбекке мүмкіндік қалдырмай жойқын соққымен өзінің голын соқты. Каспийдің қарқыны уақыт өте келе күшейді. Айбалаңына жақындау тұстан айыптау белгіленіп, оны сәтті орындаған Давид Караев дубль авторы атанды. Мұндай қарқынға төтеп бере алмаған Шахтер екінші таймда қақпашысын ауыстырды. Каспий ойыншылары өзінікін жасап бақты. Олардың көздегені 4-ші гол еді. Алайда бұл мүмкін болмады. Шацкийдің сауатты ойыны Каспийдің кезекті голын соғуына тамаша тосқауыл болды. Сөзімізге керемет бір дәлел келтірсек, кеншілер қақпасына белгіленген пенальти. Оны Шацкий керемет тойтарып, осы есепте өзгермеуін қамтамасыз етті. Шахтер тағы жеңілсе, Каспий жеңілістің артын жеңіспен жапты. Есеп 3-0. Тур таразда жалғасты. Тараз чемпионат аутсайдері Жетісуды қабылдады. Ойын дегеннен голмен басталды. Айып тобын Қазақстан ұлттық құрамасына ниетті Эуженио жақын бұрышты көздеп есеп ашты. Бұған жауап ретінде Жетісу футболшылары 32-ші минутта Дмитриев голмен ерекшеленді. Алғашқы таймда 1-1 есебі тіркеліп, бар қызық екінші таймға қалды. Екінші тайм бастала салысымен Жетісудің жігерлігі байқалды. Энаки есепті Жетісу жағына шығарды. Ойынның 47-ші минутында Жетісу Тараз қорғаушыларын қапыда қалдырып кетті. Бұған жауап 70-ші минутта келді. Тараз лидерлерінің бірі Бауыржан Байтана есепті қайта теңестірді. Бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Айбар Жақсылықов Жетісуды кезекті мәрте алға шығарып, Жетісу жеңіске жетіп кетті. Көптен күткен жеңіс Талдықорғанда. Тараз болса тағы да жеңілді. Қостанайда Тобыл мен Қызылжар кездесуі өтті. Ойыннан көп гол күтсек те, ойындағы 1 сағатта мүлдем гол көрмедік. Екі ұжымда да бұл жерде қорғаныс пен қақпашы өте сауатты ойнады. Кейіннен 62-ші минутта серб шабуылшысы Немanja Nikolić Тобылды алға шығарды. Тони Сильвадан пас алған Немanja Лобанцевті сан соқтырып кетті. Есеп 1-0. Ойынның 77-ші минутында Қызылжар қорғаушысы Нұрлан Дайыров айбалаңда қолмен ойнап қойды. Бұл сәтті көзден таса жібермеген бас қазы 11 метрлік айып тобын белгілеп, Дайыровқа сары қағаз көрсетті. Нүктеге келген Жереми Мансоро гол соға алмады. Лобанцев пенальтиді қайтарғанымен ережеге сай емес деген төрешіге шағым айтып алаңнан қуылып кетті. Амалсыздан Шмидтті алмастырған Алмат Бекбаевқа бұл пенальтиді алып шығу мүмкін болмады. Сергіжан Мұжықов болса тамаша орындады. Есеп 2-0. Бұл есеп өзгеріссіз қалды. Тобыл жарқын жеңіске жетсе, Қызылжар амалсыздан сан соқты. Мұнайшы стадионында Атырау Шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Ойынның тартысты болуы екі команданың бірінің есеп ашуында еді. Алайда бұл ойында жылдам есеп ашу түгілі есеп ашу атымен болмады. Мүмкіндіктерді құр жіберу екі команданың басты мәселелері болып жатты. Атырау ойыншылары бұл ойынды дөрекі өткізді. 3 сары қағаз еншілеген атыраулықтар аяқтарын тартып ойнауға мәжбүр болды. Есеп ашатын жақсы мүмкіндік Атырауда болды. 61-ші минутта Ордабасы қақпасына пенальти белгіленіп, нүктеге келген Атырау футболшысы Шкодра Плотниковтен айласын асыра алмады. Ойынның есебі түбегейлі өзгермей 0-0 қалды. Атырау жергілікті жанкүйерлеріне жеңіс сыйлай алмаса, Шымкентке Ордабасы тек 1 ұпаймен қайтты. Осылайша тартысты 12-ші тур өз мәресіне жетті. Назарларыңызда Қазақстан чемпионатының турнир кестесі. Сұрмергендер кестесіне де назар аударайық. Сіздермен бірге болған Қазақ футбол арнасы және мен Әмір Жәнбек. Аман сау болыңыздар.